Бұл Қазу қалашығының ішкі көрінісі. Жаңа ғана кәдімгідей қатты жауын жауды. Қап-қара бұлттар аспанның бір жақ бөлігінде, ал күн бір жақ бөлігінде тұр. Мынау қазіргі мен тұратын жатақхана. Бұрын халықаралық қатынастар факультетінің оқу ғимараты болған, қазір 15-ші жатақхана. Жаңағы жауында шығу керек еді маған, дәл қазір найзағайды көріп тұрсыздар ғой. Мынау Қазудың Әл-Фараби атындағы кітапханасы. Өткенде ғана мен бұл кітапхананың ішіне кіріп көрдім. Өте күшті, іздеу жүйесі жақсы жасалған. 3-ші қабатында жаңағы интернетпен жабдықталған компьютерлер орталығы бар екен. 2-ші қабатында үлкен оқу залы бар екен. Осы уақытқа дейінгі Қазудың әр факультетінде орналасқан жеке-жеке шағын кітапханалар қазір осы жерге ойысқан. Мынау алыстан Алатауды көріп тұрсыздар ғой, иә? Қазір бірақ ол Алатау бұлттан көрініп тұрған жоқ. Сұп-сұр болып. Мынау тұрған бізде интернет орталығы. Біз бірінші курсқа келген кезде осы интернет орталығы алғаш ашылған болатын. Ол кездегі ректор Бақытжан Жұмағұлов еді. Менің аяқ киімімді жаңбырмен бір рет жуып алса да артықтық етпейтін сияқты. Дәл осы даңғылмен біз 6 жыл бойы сабаққа бардық. Шынын айтқанда мен бұрын 5-ші жатақханада 5 жыл тұрдым. Ол жатақхана журналистика факультетінің студенттері тұратын, сондай бір ғажап, атына аңыз ілескен, қызығы да, шыжығы да мол, талай керемет күндер мен түндердің куәсі болған жатақхана болатын. Ол туралы небір бағдарламалар да жасалып, небір кітаптар да, мақалалар да жазылған. Мен қазір өзім бетімді түсіріп көрейін. Мен көрініп тұрмын ба сіздерге? Осындай. Шынымды айтсам, мен Казгудан кетуіме бір айдан аз уақыт қалды. Сол себепте мен бұл қалашықты қимай жүрген жайым бар. Қазір мен қайда бара жатқанымды айтсам, сіздер бәлкім таң қаларсыздар, бәлкім риза боларсыздар. Мен өзімнің дайын болған диссертациямды қағаздан шығартуға алып бара жатырмын. Ал біздің диссертацияны түптейтін жер ол Қазу қалашығының алдындағы жертөледе орналасқан. Әр көктем сайын Қазу қалашығын әдемілікке бөлейтін мынадай гүлдер, раушандар, розалар менің аттастарым. Мен қанша қызықсам да осы 6 жылда бірде-бір рет гүлді жұлып көрмеппін. Өйткені аяймын. Гүлдерді аяймын. Аяймын нәзікті, сұлу боп жаралған, сол үшін жазықты деген Бейбіт Сарыбайдың өлең жолдары да бар. Журналистика факультетінде оқыған студенттер білетін болар, мына жолды. Біз сабаққа осы жолмен жатақханадан барамыз. Біз 1-ші курсқа келген кезде осы жолдың бойында неше түрлі ауру кісілер жүреді деп бізді үлкендер қорқытатын. Қазір кешкі уақыт, сондықтан да мен ары қарай жалғыз жүруге шынымен қорқып тұрмын. Бармай-ақ қояйын. Ал мына ағаштарда біздің достарымыз тұрады. Дәл қазір бірде-біреуін көріп тұрған жоқпын. Кішкентай тиіндер осы Қазу қалашының сондай бір айнымас бөлігіне, сәніне айналған. Біз сабаққа бара жатқан кезде тиіндер осы 2 жолдың ортасында секіріп жүреді.
Ал мынау біздің Әл-Фараби атамыз, атақты шығыс ғұламасы, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз. Ар жағында тұрған біз талай сахнасында болған, талай көрермен болып кештерге қатысқан Өмірбек Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы. Оның жанында Өмірбек ағаның ескерткіш бюсті орналасқан. Ал мынау ғимараттар химия, физика және механика, математика факультеттерінің оқу ғимараттары. Бұлар жаңа ғимараттар, салынғандарына 1-3 жылдай болды. Ең қызығы, мен мектепте оқып жүрген кезде теледидардан осы қазудың ректоратын көріп, осы жерде оқитын шығармын деп армандайтынмын. Сөйтсем, бұл жерде тек ректорат құрамы, басшылық, қызметкерлер отырады екен. Ал мен өкінетін жайым жоқ, себебі дәл осы ректораттың жанындағы бас корпустардың бірінде, журналистика факультетінде 2-ші қабатта 6 жыл бойы оқыдым. Өзім оқыған факультетті тағы да бір жанынан түсіріп қояйын. Біз 2-ші қабатта, филология факультеті 3-ші қабатта, ал тарих факультеті 4-ші қабатта оқыды. Қазудағы жатақханаларда тұратын кез келген студенттер қазудың аялдамасын біледі деп ойлаймын. Мінеки мен айтқан Жолдасбеков атамыздың ескерткіші. Мен қазір жаңа айтқандай жертөлеге қарай келе жатырмын. Біздің сүйікті орындықтар, біз 1-ші курсқа келгенде бұл орындықтар сары түсті болатын. Анау қоқыс жәшігі сияқты. Мен әлі есімде, біз 1-ші курсқа келгенде Сымбат деген группаласым екеуміз осындай орындықтардың біреуінде отырып самса мен су ішкен болатынбыз. Сол қатты есімде қалып қойыпты. Мен негізі қазір жаңбыр жауып кетеді деп мынандай плащ киіп шығып едім, бірақ бұның қажеті болмай қалды. Күн шығып кетті. Мынау біздің қазудың эмблемасы салынған ту. Көрген жерде бірден танитын сияқтымын. Ал мынау біздің қазудың эмблемасы және жазуы. Негізі мен дәл осы видеоны әуесқой форматта емес, арнайы операторлармен бірге түсірем деп ойлап едім, бірақ бұйырғаны осы болып тұр. Опа! Мінеки басқа да адамдар қазудың фонында суретке түсіп жатыр. Жалпы біздің қазу қалашығы сөзім аузымда, мінеки қазудың аялдамасы. Осы жерде топ-топ болып ұстаздар да, қызметкерлер де, студенттер де тұрады таңертеңнен кешке дейін. Жалпы біздің қазу қалашығы қыдыруға, суретке түсуге, тамсануға, көркіне сондай бір таптырмас әдемі көрікті мекен. Қазуда оқығысы келетін әрбір талапкер мына жердегі мәліметтерге назар аударғаны жөн. Және де өздеріне қажетті ақпаратты анау тұрған тақтадан келіп оқи алады. Мен арнайы жарнама жасап жатқан жоқпын, бірақ мынау тұрған қағанатта біз 6 жыл бойы тамақ іштік. Мінеки достар, менің қолымда флешкам бар. Мен қазір жертөлеге келе жатырмын диссертациямды шығаруға. Сәттілік маған. Айтпақшы, мына жерді барлықтарыңыз жақсы білетін шығарсыздар, иә? Талай студенттер осы жерде етіктерін жөндеткенін көргем. Және де мына жерде бір жігіт отырады. Ол терминалмен бізге телефонымызға бірлік салып береді. Күнде көретін болғандықтан біз туысқан сияқты болып кеттік. Мен мына жерде балмұздақ сатылады.